Мен мына жерге қойдым, фокус менде тұр деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл подкаст көп адамдармен негізі съемка болады ғой, подкастта бүйтеді ғой. Мына жақта бір кісі отырады, мына жақта бір кісі отырады, әрқайсысын түсіреді, общий план, средний план. В общем, соған келейін деп жатырмыз. Пока. Менің есімім Серікбай Елеуов, Жарқынбекұлы. Мен Құдай қаласа подкаст түсірейін деп жатырмын. Осы жерде мен шик қып түсіре алмаймын, бытш қып түсірем. Менде каналыма кірсеңіздер, өзі кинолардың бәрі бытш. Сол себептен негізі мен кино бост емес, бытш канал деп қою керек едім негізі. Бірақ дегім кеп, айтқым кеп тұрған нәрсе, осыны көріп жатқан көрермендер келесі подкастта кім отсын? Например, давайте үш адамды айтып кетеміз. Сол үш адамның біреуін таңдаңыздар. Біріншісі бомж болсын. Бомж болсын дейтін болсаңыздар, бір деп комментария жазып кетіңіздер. Екіншіге жіпі болсын, желептерді. Если көріп атсаңыздар, желептерді шақырыңдар дейсіңдер ғой. 2 деп басыңыздар комментария. 2 желеп дейіндер. Желеп деп жазбай ақ қойыңыздар. 2 десеңіздер сразу түсінем оны. Үшінші в общем, есі дұрыс жақсы адамдардың біреуін шақырыңыздар, айтыңыздар. Или давайте осы үшеуін таңдайық, ары қарап көп кетпей ақ қойайық. Комментария қалдырып жазып қалдырыңыздар. Давайте мен просто өзім подкаст жүргізу білмеймін. Менің дауысым деген сияқты дауыстар болуы мүмкін. Оған көңіл аудармаңыздар. Ал айтпақшы тағы мындай вариант бар. Үшеуін бірге түсіруге болады. Үшеуін бірге отырғызып қойып, әңгімелесіп отырып, осы жерде көреміз. Ол кезде мен төбеден свет қоям, фон естіп тұра береді, мына бетте фон естіп тұрады, общий план қоям, крупный планға бір адамды может жалдаймыз. Менде ақша жоқ, конкретно айтпақшы. Если что, неге жазып кетем, картаның номерін ақша салыңыздар, қолдаймын дейтін болсаңыздар, анау неге ақша салатқан кезде бана Каспийдің картасы шығады, сол Каспийдің картасына бір билет жазып кетсеңіздер болады. Білмеймін ғой, енді кино бостың подкастын қолдаймыз, мынау дейтін нәрселер болса, дерзайте деп кеше бір съемка жасап жатқан кезде сөйтіп айтатын еді, бір кішкентай бала, дерзайте деп, сол сияқты, дерзайте. Келесі, бұны көріп жатқан көрермендер болса, қолдап жіберіңіздер. Бұл подкаст елден ерекше болады деп уәде бере алмаймын. Елдіңкінен хуже болуы мүмкін, потому что қалай екенін. Ендігі мәселе маған подкастқа қатысатын адамдар керек, айтпақшы. Если мен подкастқа қатысқым келеді, мен водительмін, таксистпін, или мен охранада жұмыс істеймін. Енді білмеймін ғой, подкастқа қатысқыларыңыз келсе, комментарияға жазыңыздар. Сөйтіп мен сол жерден сол комментарияға өзім жазып кетем. Сізді осындай адресте күтем, келіңіздер деп ше. Осындай күні, осындай уақытта подкаст түсіріп жіберейік. Енді подкастты өздеріңіз білесіздер, көптеген адамдармен түсіріліп жатыр. Известный актерлар, болмаса известный блогерлермен, известный бизнеспен айналысатындар, түсінділер ғой. Давайте біз өзімізше қарапайым халық известный қылайықшы, қарапайым халықты известный қылып, бір-бірімізді қолдайық. Может, сол подкастта өздеріңіздің TikTok каналдарыңызды айтып жібересіздер, болмаса Instagramда айтып жібересіздер. Может, содан кейін өзгерістер болар, білмейміз енді. В общем, күтеміз, келіңіздер. Мен студентпін, мен оқушымын, мен андаймын, мен мынандаймын дейін бәрін күтеміз. 24/7, короче, мен дайынмын подкаст түсіруге. Любой адаммен күтем.
осы адресте деп айтатын адресті айтпай ақ қояйық, енді өздеріңіз көріп жатсаңыздар комментария жазыңыздар, может сол жерде жазып кетейін. Ендігі айтыла беретін нәрселер көп қой өзі. Бұл подкасты мен 1 сағатқа созу керекпін демей ақ қояйын. Себебі қызық емес болатын шығар деп ойлаймын. Көп адамдар көрмейді, көп адамдар білмейді. Реклама шығады бұл каналдан, сосын тәртіп өткізіп жіберуі мүмкін. Сол себептен давайте каналдың соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, қолдаңыздар. Қарапайым халықты өзіміз қолдайық. Может, келесі, келе жатқан алда не бар ғой бізде? Сайлау, президент сайлауы бар. Может, ауыл әкімдерін сайлаулары бар. Может, соған байланысты бір шоулар жүргізіп жібереміз. Шоу болғанда қарапайым халықпен әңгімелесіп отырып, может, 2-3 адам шақырамыз, әрбірімен танысамыз да. Аға, қай жақтан боласыз? Мына жақтан болам. Осынысына жұмыс істеймін. Сіз қай жақтан жұмыс істейсіз? Мына жақтан. Осы шай ішіп отырып әңгімені жіберейік осы жерде деп айтатын кісілер болса, комментария жазыңыздар. Менің бүгінгі подкастым только сіздерді шақыру дейін деп ше. В общем, менде фокус болмай қалған жағдайда бұл видеоны по-любому салам, бірақ маңызындап жатыр. 1 минут күте тұрыңыздар. Алейкум ассалам. Бажа, қалайсың? Қала жағы, денсаулық қалай? Не жаңалық істеп жатсың? Аман есенсің ба? Жақсы, Аллаға шүкір. Что там, Дамир қалай? Балдыз қалай? Мама, папа қалай? Жақсы ма бәрі? Жақсы. Сол жұмыста отырмын. Жай. Мен жақта подкаст түсіріп атқам өз-өзіммен. Машинаны жүргізген жоқпын, Бажа. Машина тұр. Короче, кеше қалтамда 20 000 теңге ақша бар еді. Сөйтіп, сен берген ақшаны жараттық қой, ана неге дейін. Сөйтіп, кеше 20 000 теңге ақша бар еді, үйге продукт әкелдік. Такой длинный список жазып жіберіп, соны енді шама-шама қысқартып, 20 000 теңге туралап, үйге продукт апарып тастадым. Сонымен отырмын енді подкаст түсіріп. Сол бана электричество жағына не істеймін, құдай қаласа сол бүгін балдар келеді, арендаға техника беріп жүрсем, содан бір тиын қалса, соған машинаны ертең құдай қаласа ертең апарамын ғой. Олар кеше менде ақша бар кезде былай болды кеше. Кеше апарғам ғой, мен барғам ғой кеше. Электрикке сөйтсем, электрик бағанағы тура сол бана Эстон жанында электриктер бар ғой, соларға апара салам деп. Сөйтсем олар жұма күн демалады деген ғой, в общем. Сонымен солай, сол отырмын енді подкаст түсіріп. Өздеріңде бәрі дұрыс па? Сол меха күнделікті подкаст түсіруге әрекет жасап жатыр. Құдай қаласа, құрметті қонағым менің деп сені может шақырып жіберем подкастқа. Не туралы әңгіме айтамыз деген кезде білмеймін ғой, не туралы. Давай, көрермендер, біздің подкастта кредит туралы әңгіме болсыншы бір. Құдай қаласа кредит туралы әңгімелер жіберіп ше. Қарапайым халықтың мынау қышып атқан жерін қасиып отырып ше. Солай, в общем, Бажа. Рахмет. Мен де сол хабарласам дедім де сол бағана. Соны жүріп қалдық көрші. Бәрі дұрыс қой өзіңде. Бопты, Бажа, андайса хабардамыз. Мақыл жоқ. В общем, не дейміз? Сөзге кейдейміз деп. Телефонды қосып қойып, бір сериал көріп отырмын. Просто айтпақшы, құрметті достар, мүмкіндіктеріңіз болса, Easy деген программа бар. Сол программаны скачать етіп алып, Easy'ге жазылыңыздар деп реклама жаратып жергесін таратып. Просто Easy мынандай да,
easy'de видео бар, музыка бар. Солардың бәрін тыңдай берсеңіздер, соларды көре берсеңіздер, сүйаққа түсе беретін болса, easy'де мынандай нәрсе бар. Бонус, сен көрген үшін саған бонус беріп отырады. Сол бонустарды жинап алып, единицаға айналдырып алсаңыздар болады. Мегабайт, гигабайттар алсаңыздар болады. В общем, ақшаға айналдырып алсаңыздар да болады. В общем, солай кете береді. Бірақ оның да несі бар да, өзінің орындары бар, таптармен. Ендігі мәселе не десек болады, не дейміз? Сіздермен не туралы әңгіме айтамыз? Давайте, насчет кредитті там айтайық, кішігірім мен өзімнің басымда болып жатқан оқиғалар. Мен айына 300 000 теңгеге ояқ-бұяғын төлеймін кредит. Плюс несімен бірге ғана, редпен бірге. Ред барлық халықта бар шығар, ред бар болса жазыңыздар комментарияға да ше. Барлық жерде комментарияға жаз. Кредит, по-моему, 99% біздің Қазақстанның халқында бар деп ойлаймын. Себебі кіммен сөйлеспесең де, Құдайға шүкір кредит бар ғой деп әңгіме айтатындар бар да бізде ше даже. Сол себепті кредиті барлар лайк басып кетіңіздер, может, осының арқасында просмотрлар жиналып қалар. Менде кредит мынандай жағдай болды. Бүгін менде 13-не төлеу керек еді, бүгін 3 күн өтіп кетті, 16-сы. Иман Каспий зындайды ғой, енді Каспий басқалар зындап жатыр. Алло, саламатсыз. Құдай қаласа енді төлейміз ғой, енді Құдай қаласа деген сөз жаттап аласың ғой. Құдай қаласа төлейміз ғой. Қашан бүгін төлейсіз ба? Құдай қаласа төлейміз дейді. Бүгін төлейсіз ба дейді. Енді Құдай қаласа төлеймін ғой деп аналарға қоймайды. Аналар маған қоймайды ғой. Құдай қаласа төлеймін. Қашан бүгін төлейсіз ба дейді. Құдай қаласа төлеймін ғой деп қоямын. Сонымен сіз деп қойдыңыз дейді ғой, короче. Құдай қаласа төлеймін ғой деп айтамын ғой мысалға. Сонымен деп қойдыңыз деп бүгін төлейсіз деп, короче, 10-ші күні айтқан, келесі күні 15-ші күні бітеді. Сіз кеше деп қойғансыз, бүгін төлеңіз келесі сағат 8-ге дейін деп. В общем, сонымен сөйтіп кете берді. Бағана айтылғандай кеше продуктіге емес, ол 20 000 теңге машина жөндеуге алып қалған 20 000 теңге еді. Сөйтіп Каспий редте не бар тұғын? 25 000 теңгедей ақша береді. Барып Каспий редке продукт ала салайын дедім де. До того сондай низкиймін мен. До того сондай низкий. Ничего страшного, мен оған мынандай не істемеймін. Демеймін, бірақ енді так, миллионерлер бірден байыған жоқ. Москва сразу не строился деп ше, сол сияқты бірден бізде байып кетпейміз, өзінің қиындықты көреміз, жайлап көтерілеміз, онан кейін түсеміз. Уақытында сенбейсіңдер, мен адамдарға да көп ақша қарызға берген, бірақ қазір ойлансам, вообще уақыт қой, алма кезек дейді. Сонымен 20 000 теңге продукт тапсам, өздеріңіз оны естігенде. Көрсеңіздер, осы каналды көріп отырыңыздар. Конечно, подкаст түсіру керек, дальше давай, брат, дерзай дейтін болсаңыздар, лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар, самое важное ол. Лайк, дизлайк, комментарий жазыңыздар. Онда көп көретін қыздар көп көрсе, қараңыздар, қыздар көп көрсе, лайк тырлап жазады. Неғып осы еркектер жазбайды лайк деп комментарий. Мен қуатырмын, мен өз қуам, камераны алына шығам, қуам. Уақытында осы YouTube каналдар ашып жүрген кезім 2016-тан бастағам, даже оның алдында бастағам, 2013-те бастағам. YouTube'да аштым, видео салдым, там білмейді алмасылар неше түрлі нәрсе айтырдым. Сол уақыттарда мен, в общем, 2013 жылдары Әзербайжан, орыс, өзбек, Иран, көптеген ұлттармен жұмыс істеген. Ол кезде мен шашличник едім, 2013-те шашличник болдым, 2012-де официант болдым, 2011-де тоже официант болдым ғой. Официант болдым 2011-де, ағаш базарда жұмыс істедім, 2011-де құл базар, биржа дейді ғой, короче, биржада жұмыс істеген. Мен көрмегенім қалмаған екен ғой. Бұнда грузчик болып, бірінші 2019 жылы қалаға келген кезінде бір ай жұмыс істеген, грузчик болып. Грузчиктің жұмысы денсаулықты береді, несіндерге айтайын, саған.
қиын ештеңесі жоқ, орада санаудың керегі жоқ, есептеудің керегі жоқ, просто жүкті аласың, артасын тастайсың, апар бір точкадан екінші точкаға, как ишак будешь, целый день, бір айдан кейін жайлап бел ауыра бастады. В общем, сонымен тастадым да өмір білмейтін ағаш базарға жұмысқа барғам 2009 жылы. Сөйтіп ағаш базарға прямой барған жоқпын. Қараңыздар, элементарный ағаш базар сол жердің өзіне таныс арқылы барғасың ғой. Бір әпшем бар тұғын, әпшем менің палшы, андай адамдарға пал айта, болашақтарын болжап береді ма, бір белгілер бар. В общем, шаманский там деген сияқты нәрселер кетеді. Енді, в общем, әпшен өзінің несі темасы, в общем. Сол әпшеге келген кісінің бірі ғой, банағы ағаш базар точкасы болған, мен жолымды ашып беріңіз деген, жолын ашып берген, и соны мен барам, жұмыс істейсің бе? Кім болып істедің? Ағаш базар жұмыс істегенсің ба? Пилораммен жұмыс істегенсің ба? Істегем деп қойым. 2019 жылы мен жасым 18-де болған. Дым білмеймін. Сенбейсіздер, менің істей алатын жұмысым ыдыс-аяқ жуу, үйдің сыпырып шығып пол жуу. Енді ауылдың баласым ғой мен. Менің 4 братишкам бар. В общем, 5 боламыз. Сол себептен ең үлкен болғандықтан бағана кішкентай балаға қарауды білем, үй жинауды білем. Одан кейін сейфтерді сындыру, сейфтерді ашу, взлом. Одан кейін бағана есіктерді сол взломдарды істейтін тұғым. Тағы не бар? Онки сондай нәрселер істейтін тұғым. Бағанағындай бір адамға керек емес нәрселер ғой. Ендігі мәселе, істей аласың ба жұмыс дейді? Істей алам. Пилорамды істегенсің ба? Істегем деп қойып. Крем пилорам, бір вагон ағаш тұр. Мына вагон ағашты бітірсең 30 000 теңге дейді. 2009 жылы 30 000 теңге деген. Сенбейсіздер, менің анамның айлығы сол кезде полный ставкада жұмыс істейтін еді, по-моему. Мен мамам лаборант болып жұмыс істеген. И мама, 16.500 теңге или 16.700 теңге ақша алады, оқшын бана нелердің бәрінен. Запись жүріп отырмын, былай көрсетіп қойсайшы бір минут. Батарейкасы отырып қалып, мен әңгімені бір дауыс алып қалмасын. Сонымен 2009 жылы сондай жұмысқа қойдым, 30 000 теңге деген. Ты что? Қарадында пирем ғой, ағаш базарда істегендер, или там стройкамен айналысатындар білет. В общем, полдың ағашы 20-ка кесу керек. Мен аламда 20-ка пирем, бір вагон ағаш полный. Оның бір вагон ішінен стропила шығады, рейка шығады, еще балка шығатын істеу керек. Сол балкалер шығатын біледі строительдер. Сондайлар шығарып, мен полный бір вагоннан бүйтіп істемей қойайын, бүйтіп істейші келесі жолшы ұяттан көріп отқан көрмені. В общем, бір вагон ағашты естіпсеңіздер, пол қылып жергесін қойшы. Келеді бағана хозяин дей берейші, бағана бастығым келеді, хозяин бүйтті. Түстім бүйтті, ебайт не деп қалады, 3 күннің ішінде бір вагон ағаштар турап тастаған соң бәрін қойып алып. Негізі, в общем, бір аптада істеледі нәрсе, сортировка жасалады, бағана балкаға жіберетін. Өте сообщение келіп жатыр, қыздар жазып жатқан жоқ маған. Вот келіншегім оқылды. Я подкаблучник. Жоқ, сәкке дейді ғой. Сұрағандар болғанда бека брат, мен бұны жазып қойдым, и сен номерін беріліп қойдым, саған звондайтын шығар. Бірақ сұраған жоқ ешкім әлі. Көресілаш, 1 минут айып етпеңіздер. Осындай подкаст түсіріп жатқан кезде осындай нәрселер білдіріп отырамын. Ешкім сұрамаған. Ендігі мәселе. Қайтам қойпағына жер көрдім. Ендігі мәселе мынандай болып тұр. Қараңыздар. Сонымен мне просто повезло ана жерде
не келеді ғой, короче. Бір кісі келіп қалады ғой, ана ұрысып жатқан кезде. Кешіріңіздер, нағаш сіздердің кім дейді ғой, короче. Кинодағыдай да бәрі шеше. Рет-ретімен дың-дың-дың-дың. Енді Алла тағаланың құдіреті шығар, или Алла тағаланың беріп қойған бағанағындай белгісі шығар, білмеймін, в общем. Сенбейсіздер, тағы бір вагон ағаш тілдік заказбен. Бағана бір вагон ағаштан бөлек тағы бір вагон ағаш тілдік. Сонымен жібердік. Бір мектептің тендерін ұтып алған кісі алады. Астына біз еще балка шығардық. Балка емес не? Стропила ретінде рейкі шығардық. Рейкі емес, стропила ғой, в общем, стропила тіліп бердік. 15 бір бөле деп айтты оны. В общем, соның бәріне жұмысымен шығып кеткем сол кезде. Сөйтіп 2010-да мен армияға кеттім, 2011 келдім, 2011-де бағана Құлбазарға жұмысқа бардым, ол жақта бағанандай, в общем, естіп қалдым, осынысында жұмыста адамдар таңдайды, мені көрді бір кісі, түріме қарады, бүйтіп, фу, орыс кісі ғой, түріме қарады, фу, ты не умеешь работать, маған, ебать, как я, блядь, так, Аллаханға қарап, представляете, сондай шешім шығарады адамдар. Қарайды, мазел жоқ, короче. Сен жұмыс істемегенсің ғой дейді, қара жұмыс істемейсің, шыдай алмайсың. Мен шамалы қырсық адаммын да өзі өмірде. Менімен бір жерге жұмыс істескендердің бәрі біледі. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Сол қырсықтығымның арқасында осы подкаст түсіріп отырмын деп ше. Сол қырсықтығым арқасында, кризис болып отыр деп ше. Сонымен, не деймін? Мынау несі, резбіз кетіп қалды. В общем, сөйтіп жүрдім, бағана жұмысқа бардым. Пиргесің ғой, короче. Ол, сол не арқылы бағанаға жұмыс істеген жерімді әлі білем ше. Мынау 11-ге қарап бара жатқан кезде, короче, мынандай ғой, 11 емес, не көшесі? Сайрамский, улица Сайрамский. И сол көшенің бойында заправка бар, 11-ге қарап бұрылатынның алдында. Сол заправканың артында гараждар бар, сол жердің гараждың, короче, алдына құятын болдық. И ана адамдар, менімен бірге барған кісілер асықпайды, короче, мен давай, мен соны бітіріп тастадық. Аналар айтады, 2 күнде істейтін нәрсені 1 күнде істеп, бізге күндікке келістік, анамның объем емес. И келесі күн ана кісі мені шақырады да, объемға жұмыс істейсің ба дейді, короче, мына жерді қазу керек. Оушын бағанаға құю керек, анамнау и ненің төбесіне де құйып шығу керек, цемент құйып шығу керек деді, и оның үстіне смола құю керек деді, общем, сондай бір. И қасыма үгі жастарды алдым пытырлап істеп тастадық. Келесі күн шықтым, команда бар кәдімгідей ше ана жерде. Ағаш базарда жұмыс істегенмін ғой алдында. И бір машина келеді, нелер. Ол Түркістанский, Аймауытов, Түркістанскийдің қиылысында, короче, мебель істейтін жер бар. Сол жерде. Барлық адрестерімді айтып отырмын ғой. Сол жерде, короче, мебель істейтін бар. И солар 1-2 вагон ба ағаш түсіреді. И сол 1 вагон ағашты, короче, 45 мың теңге келісеміз оны түсіріп беруге. Мен айтам, күндікке дейді, мен күндікке емес, короче, 1 вагон ағаш 45 мыңға түсіреді. И балдар мен күндікке келсем ғой, короче, и өзім неғыта объем қағасында. Сонымен түсіріп, оны істеп тастап, 2 күн түсіргем, тағы 2-ші вагонды келесі күн түсірдік. Там жұмыс нормальный ғой, 1 күнді ұртысайдыңдай, не болған. Сіздердің арттарыңызда мұна кісі қазір грим істейді. Сол кісінің заттары мұнау, бағана кадрда тұрған, қазір ап кетеді. Или операция салайын ба, сізге камераға түскіміз келген жатыр ма? Мен өзім, подкаст түсіріп атқан ғой, бермей. Жақсы, өзіңіз қалайсыз, денсаулығыңыз қалай? Өзіңізде не жаңалық не істеп жатсыздар? Аман есен барып келдіңіздер ма сүйеңізге? Сол подкаст түсіріп, ютубқа салайын деп отырған меселешті көріңіздер. Кинобос каналына жазылып тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Елеуов Серікбай Жарқынбекұлы деп ең бірінші подкастым немді орысша жүргізген блогтарымды ше 2000. Енді жайлап келіп жатырмын ғой, негізі әңгіме айтып отырсам тыңдай бересіздер ма? Өткізіп тыңдамайды ғой көп адамдар ше. 2013 жылы бана видеолар салдым, өзде сөйлемейтін тұғымен. Камераны алдына шығуға ұяламын. 2016 жылы камераны қосып қойғам, Mark 2, короче. Братишканың Mark 2-сы қойып қойғам, свет, короче, светильник қойып қойғам, қасыма гүл қойып қойғам, в общем,
каналдың аты Елеу Серікбай тұғын ол кезде. О каналым жабылып қалып, к сожалению деп ше, орысшалап айтпаймын. Өкінішке орай ол канал жабылып қалды. Жабылып қалған себептерінің бірі 2017 жылы біз не түсіргенбіз? Қалқан құлақ деген жақсы проект болды, разговор. Бірақ мынау балапан теле арнасы мен закадровый не түсірем ғой өзім, блогер сияқты ше, бұл закадровый түсірем да, и бәрін жинап алам да, закадрым не, бэкстейдж, қалқан құлақ деп салып қоям. И каналымды сөйтіп жауып тастаған. Сол каналым менің 32 мыңға дейін бардау деймін, потому что ол жерде 2016 жылы мен бітетін тұғым. Мынандай түсіретін тұғым. Здравствуйте, дорогие зрители! Я хочу сегодня рассказать вообще орысшаны. И ол кезде орысша менің айтпай-ақ қояйын қай жайтын. Ол жерде бағанағындай қазақшалап айта берейін. Ол жерде сұрақтар қоятын тұғым. Осы сұрақтарға жауап берген адамға 2-3 теңге ақша жіберетін тұғым. Сен дейсіздер 2-3 теңгеден біраз ақша салып тастаған, біраз адамға инициация қылып. Ол кездерде Каспий жоқ, қазіргідей Каспий қазір бар ғой мысалға. Сегодняшний мысалға сұрақ қойдым, осы сұраққа жауап берген біздің бірінші неміз мына кісі, мен Каспий номеріне жібердім мені деп қой көрсететіндей. Ол кезде ондай жоқ 2016 жылдары. И сөйтіп отырып мен біраз зритель жинадым, біраз нелер болды. 2018 жылы, 2019 жылы біз Арман Қасымбек бауырым сол қалқан томпаққа түскен, және де неге түскен, жас қырандарға түскен, бірінші сезон, екінші сезонға түсті, басты рөлде ойнаған жігіт Арман Қасымбек бауырымыз. Сол екеуміз блог түсіргенбіз тоже, көреміз әлі деген. И ол блог бізде вообще жойылып кетті. Тоже өкінішке орай. Себебі бар, менің ұстазым Фурқат Саид. Фәке дейміз ғой, Фәке, короче, бір күні көріп қалады. И біз ол жерде, біздіңкінде дұрыс емес, бірінші күні бағанағындай пақылдақтармен бір-бірімізге не жасадық, пранк жасадық, ойнен отырады пақылдақтар банк еткізіп, бағанағы шаңмен, тозаңмен, компьютердің үстіне түседі, оның бәрін тазалайды, в общем, проблема, оны ладно, оның бәрі өттік, мақыл. Уже до того қуып кетіп баратқанымыз ары қарап тамақпен не бастадық та, сол себепті Фәкең келіп ұрысты. Сен қуасың ба, жасың болса 28-де істеп атқан іс-әрекетің мынау, 2019 емес еді, значит. 2018 жылдары жылдың соңында 2009 өтетін кез 27 жаста тұр. Жасың болса 27-де істеп жүргенсің, орыс өстіп қалай бұндай дауыстар болған. Если давайте осы жерден тоқтатайық, мен қанша уақыт болған білмеймін. Бірақ болашақта, если мен подкасттарымды просто өзім отырып өстіп әңгімелерімді айтқан қаласаңыздар, мен сіздерге айтып берейін. Хотя осы неміз, подкастымыз бір 10 мың просмотр жинаса, мен железный бетон өзімнің өмірбаяны туралы кішігірім айтып өтем. Осы уақытта қалай кеткен, осындай кризис қалай болып жатыр, осындай жағдайлар қалай болады. Өмір болған соң бұндай нәрсенің бәрі болып тұрады екен. 2004 жылы, 2003-те осы алға басқа көшіп кететін алдында бір оқиға болған. Үйге сейф алып келген, бағана айттым ғой мен, сейфтерді сындырмағам, сейфтерді замоктарын сыламай етіп ашатын тұғым. Мылтық істегем, өзім қолыммен мылтық істеп, оны біраз болды жағдайлар, ол кезде де көтіммен оқ тиіп, өзімнің артыма. И мына жеріне оқ тиіп, содан кейін шамалы аман қалған кездерім бар. Может, солар туралы айтарым. В общем, менің бұзықтығым тыңдағыларың, ұрдым ғой, дауыс қатты шығып кетті. Менің бұзықтығым тыңдағыларың келсе, оның просмотрдан асырыңыздар, железный бетон айтам. Тыңдаймыз сенің мына бір бритнияларыңды десеңіздер, комментария жаз! Деп ше.
жаз. Басқа не туралы айтайын? Бұл неде бір-ақ рет реклама болды. Ол реклама не туралы? Изи туралы болды. Давайте келесі жолы мен Тассайға реклама жасаймын, если 10 мыңнан 20 мыңнан асып жатса. Деп уже Тассай суына реклама жасап жібергенсің. Ай, shit!